Бисмиллахиррахманиррахим. Бүйтіп манты қазанға салып пісіреміз енді. Екінші маған қазір біраз қайнап шыққасын. Қайырлы күн баршаңызға, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қазақтың ұлттық тағамы өте дәмді әсіп дайындаймыз. Негізінен әсіпті әр өңірде әртүрлі дайындап жатады. Ал біз өзіміздің дайындау тәсілімізбен бөлісеміз. Әсіпті дайындау үшін ең алдымен бізге ішек қажет. Бұл жерде бізде жылқының қазылық ішегі, қойдың немесе сиырдың ішегінде қолдануға болады. Сондай-ақ әсіпке фарш және де өкпені алдын ала осылай пісіріп, одан кейін ет тартқыштан өткізіп алдық. Жүректі де қоссаңыздар болады. Өкпені осылай қайнатып қоссаңыздар, әсіптеріңіз қатты қап-қара болып кетпейді. Сондай-ақ көкөністерден 2 бас пияз, 2 бас болгар бұрышын ұсақтап турап аламыз. Қалауларыңызға қарай бір сәбізді үккіштен өткізіп қосуға да болады. Және де күрішті жібітіп дайындап қоямыз. Ол үшін үстіне қайнап тұрған ыстық су құйып, сол суда 20-30 минутқа қалдырамыз. Немесе жартылай шала пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей бірінші піскен өкпені салдық, одан кейін дәміне қарай тұз қосамыз. Енді тұзды өздеріңіз дәмін, татымын байқап отырып қосасыздар. Сондай-ақ дәміне қарай көз мөлшерімен осылай қара бұрыштан да салдық. Қалауларыңыз бойынша сарымсақты үккіштен өткізіп қоссаңыздар болады. Бірақ біз қосқан жоқпыз. Ендігі кезекте үстінен фаршты саламыз. Сондай-ақ құйрық май болатын болса, ұсақтап турап қосып жіберсеңіздер, енді әсіпке өте әдемі дәм береді. Бірінші осылай кішкене барлығын бір араластырып алдық. Енді үстінен су құямыз. Бұл жерде 600-700 граммдай су құйылды. Судың көп болғанынан қорықпаңыздар, өйткені ішіндегі күріш судың бәрін өзінің бойына тартып әдемі қалыпқа енеді. Енді күрішімізді саламыз. Ал енді барлығы біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Құрметті көрермендер, қазақ тілді каналдың, қазақ тілді контентіміздің әрі қарай жоғары деңгейде дамуына өздеріңіздің аз да болсын үлестеріңізді қосып, тегін лайк пен комментарийді аямай қалдырып кетсеңіздер екен. Әрбірлеріңіздің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ал мінекей әсібіміздің салмасы дайын. Байқап тұрғандарыңыздай сулы, кішкене сұйықтау болды. Бірақ одан қорықпаңыздар, енді ішекке құя берсек болады. Ол үшін ішекті қалың жіптің көмегімен бір жағын жақсылап шығып кетпейтіндей етіп, кішкене күш салып қаттырақ байлап аламыз. Әсіпті ішекке оңай әрі тез құю үшін осылай баклажканы жартылай кесіп алсаңыздар болады. Енді осылай ішектің аузына баклажканы кигіземіз және де әсібімізді құя берсек болады. Қоюы мен сұйығын араластырып отырып, осылай әсіпті құйып шығамыз. Құрметті көрермендер, егер де каналға тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, төмендегі подписация қызыл батырмасын басу арқылы каналға тіркеліп жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Каналда осылай жиі-жиі қазақ тіліндегі керемет те оңай әрі пайдалы рецепттер шығып отырады. Жіберіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Мінекей осылайша барлығын құйып дайындап аламыз. Қатты нығыздап құюдың қажеті жоқ. Әсіп кішкене бос болғаны дұрыс, өйткені пісу барысында да біршама көтеріліп кішкене өзі нығыздала түседі. Мінекей құйып алдық. Енді салмасы шығып кетпес үшін міндетті түрде ішектің аузын жақсылап қаттырақ қысып байлап аламыз. Осы рет бойынша қалған әсіптерді құйып дайындап аламыз. Енді пісіруге кірісе берсек болады. Қатты тығыз емес. Орташа міне шамал-шамал бос болады. Бір қазір бір салғаннан кейін тескілейміз әдемілеп. Біз әсіпті мантываркада пісіретін боламыз. Сіздер қаласаңыздар, қазанға салқын су құйып, әсіпті әдемі отта 1,5 сағаттай қайнатып пісіріп алсаңыздар болады. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүйтіп манты қазанға салып пісіреміз енді. Астындағы суы қайнауға жақын қалған кезде әсіпті көріп, осылай зубочистканың немесе иненің көмегімен бірнеше жерінен осылай жақсылап тескілеп шығамыз. Сол кезде әсіп жарылып кетпей жақсы піседі. Және де әсібіміз пісу барысында
біршама ісініп кішкене ыдысты көтеріп жіберуі мүмкін. Сол себепті қақпағын жапқаннан кейін үстінен ауыр затпен бастырып қойғандарыңыз дұрыс. Осылайша 1,5 сағаттың көлемінде әсетімізді пісіріп алдық. Өте дәмді, тойымды, пайдалы тағамдардың бірі. Жасап көріңіздер. Видео рецепт ұнаса, пайдалы болған болса, тегін лайкты аямай басып, каналға тіркеліп, лайк басып мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.